Сонау тарихтан қозғасақ, теңге еліміздегі алғашқы ақша емес. Ежелгі Қазақстан аумағында ақша бұдан көптеген ғасырлар бұрын пайдаланылған. Сырдарияда, Отырар алқабында түркі билеушілері, ал Жетісуда түргештер 7-8 ғасырларда өз ақшаларын шығарған. Отырар мен Испиджатта монет сарайлары жұмыс істеген. 8-10 ғасырлардың ортасында қалалар тез өсіп, тауар өндірісі мен сауда көлемі ұлғая түсті. Ұсақ бөлшек саудада көбінесе мыс фельстер қолданылды. Алтын монеталар да айналымға түсті. Бірақ саудада дара түрінде емес, салмағына қарай пайдаланылды. Монетаны қажетіне қарай кесектеп сындыратын болған. 14 ғасырдың соңынан бастап Қазақстанда әмір темір монеталары айналымға енді. Бұлардан басқа Қазақстан қалаларында саудада Самарқанд, Бұхара, Ташкент монеталары, негізінен мыс динарлар пайдаланылды. Қазақстан ақшасының бұрынғы тарихы міне осындай. Қазақстан рубль аймағынан 1993 жылы толықтай шығып, осы жылдың 12 қарашасында Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің жарлығымен ұлттық валютаның енгізілуі туралы шешім қабылданып, 15-18 қарашада КСРО-ның 1961-1991 жылдарда шығарылған рубльдерін ұлттық валютамыз теңгеге айырбастау шаралары жүзеге асты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлық шығарып, 15 қараша төл валютамыздың туған күні әрі қаржыгерлер күні болып белгіленді. 2006 жылы 15 қарашада жаңа үлгідегі банкноттар айналысқа енгізілді. 1991 жылы тәуелсіздігімізді алып, сан жылдар бойы сананы езген режимнің темір құрсауынан босаған шақта ұлттық мақтаныш сезімін көтеру керек болатын. Осыған байланысты ұлттық валютаның атауы туралы да бірнеше нұсқалар ұсынылды. Олар сом, ақша, теңге деген атаулар болды. Қорытындысында комиссия ежелгі Қыпшақ даласында сауда айналымында болған теңге деген атауға тоқтайды. Теңгенің айналымға енгізілуі тәуелсіз республикамыздың жылнамасындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болды. Жалпы төл теңгемізді дайындау жұмыстары 1992 жылы қолға алынып, сол жылдың 27 тамызы күні ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті. Ал ертеңінде қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Әбдіжәлелевтер Англияға аттанды. 1993 жылы алғашқы теңге партиясы Англияның ең көне әрі әйгілі Харрисон және ұлдары фабрикасында басылды. Сонымен қатар 1992 жылы жылдың көктемінде ұлттық валютаны енгізу мүмкіндіктерін саралайтын комиссия құпия түрде өз жұмысын бастағаны белгілі. Комиссия туралы жоғарғы басшылықта бірнеше адамның ғана хабары болды. Алдымен жаңа валютаның дизайнын жасайтын шығармашылық топ жасақталды. Құпия кеңес ұзаққа созылған талқылаулардан ұлттық валютада қазақ мемлекеттігін қалыптастырған тарихи тұлғалар бедерленуі тиіс деген шешім қабылдады. Ең алғашқы теңгемізде белгілі тарихи тұлғалардың портреттері, Алатау мен Көкшетау көріністері, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан табылған тастағы таңбалар пайдаланылды. Әбу Насыр Әл-Фараби, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, Абай, Әбілқайыр хан мен Абылай хандардың бейнесі сомдалды. Кейіннен теңгеміздегі тарихи тұлғалардың бейнелері алынып тасталғанымен, валютамыздың құны түскен жоқ. 1994 жылы қағаз тиындардың орнына жезден жасалынған 2, 5, 10, 20 және 50 номиналды монеталар шықты. Ұлттық валюта банкнот және монета түрінде айналысқа енгізілді. Қазір банкнот Ұлттық банктың Алматы қаласындағы банкнот фабрикасында, ал монета Өскемендегі монета сарайында шығарылады. Халықаралық банкнот қауымдастығы жыл сайын интернетте дауыс беру арқылы жылдың ең үздік банкнотын таңдайтыны белгілі. Дәл осы қауымдастық 2011 жылғы ең үздік банкнот атағын Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған номиналы 10.000 теңгелік ескерткіш банкнотына берген болатын. Келесі жылы да Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің Қазақ елі сериясынан номиналы 5.000 теңгелік банкноты екінші рет
2012 жылғы ең үздік банкнот атағын иеленді. Ал түркі жазба ескерткішіне арналған номиналы 1000 теңгелік күлтегін ескерткіш банкнотына берілген 2013 жылғы ең үздік банкнот атағы Тәуелсіз Қазақстан жылнамасындағы тарихи маңызды сәт болды. Өйткені осы кезге дейін бірде-бір елдің ұлттық валютасы 3 марапат алып көрген емес. Төл теңгеміздің ең алғашқы банкноталары еліміздің тарихын мейлінше терең таныта білген банкноталар десек қателеспейміз. Бүгінгі Қазақстан әлемдік қоғамдастықта лайықты орны бар мемлекетке айналды. Тәуелсіздіктің арайлы таңы атқалы, еліміз қиын-қиын асулардан өтті. Енді міне сол тәуелсіздігіміздің айшықты айбынды символы теңгенің айналымға енгеніне 27 жыл толып отыр. Әрине, ұлттық валютаны енгізу туралы саяси шешім бір күнде қабылданған жоқ. Тәуелсіздік пен ұлттық валюта бір-бірінен ажырағысыз ұғымдар екені күн өткен сайын айқындала бастады. Тәуелсіздігімізбен қатар келген төл теңгеміздің 27 жылдығы құтты болсын.